Сәлем достар, сіздермен бүгін Clash.kz арнасы. Бүгін біз бір баг туралы бір баг істейміз. Ол баг Санта Клаусты қазақша айтқанда Аяз атаны шақыру деп аталады. Ал іске кірісетін болсақ, ол үшін қабандар керек, сосын лучница керек. Ал ТХ9 болсаңыз, сізге қабан, сосын мұндай джемп секретін зачинание прыжка керек. Айтпақшы достар, видео шықпағанда кешірім сұраймын, себебі мен ауызым жазылған соң видеоларды шығарып тұрамын. Ал іске кірісетін болсақ, бойды басамыз, сосын гоблинская картадағы гоблинский пикник деп аталатын карта кіреміз. В атаку деп басамыз, міне осы карта. Бұған қабан жіберсеңіздер, қабан секірмей бұлай кетіп қалады. Пушка, ол үшін пушканың көзін құртамыз лучницалармен. Көзін құртамыз, құртылды. Енді қабан мына жаққа бармайды, сондықтан қабанды бұлай жібереміз. Оп, сізді Санта Клаус шығады. Санта Клаус кетіп баратыр, короче. Подарктарын шашып кетті. Осы баг сіздерге айтайын деген. Көнше сражениені басталайық. Осы баг туралы сіздерге айтайын деп шештім. Сондықтан осы видеоны түсіріп жатырмын. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, каналға достарыңызды шақырыңыздар, комментарий жазып, белсенді жазылушы болып тұрыңыздар. Сіздермен бүгін болған Clash.kz арнасы. Сау саламат болыңыздар достар.